Қайырлы кеш қыздар, мен көптен YouTube каналымды жүргізбей қалғанмын. Сол себепті бүгіннен бастап қайтадан каналыма рецепт түсіруді қолға алдым. Бүгін өзім балаларыма ватрушки пісіріп бердім. Соның рецебін сіздермен бөліспекшімін қыздар. Сондықтан менің видеомды соңына дейін қарап бағалап жіберіңіздер. Ең алдымен ыдысымызға сүт, жұмыртқа, шекер, аштығымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Және жарты қасық тұзымызды саламыз. Осының үстіне қыздар барлық құрамды араластырып алғаннан кейін ұнымызды саламыз да жақсылап араластырып қолға жабыспайтындай қамыр илейтін боламыз. Мен барлық құрамды астындағы описание бөліміне жазып кететін боламын. Сол жерден толықтай құрамын қарай аласыздар. Жақсылап тестімізді илейміз, арасына сармай қосамыз және жақсылап тағы да осы сармайымыздың барлығы нанымызға сіңіп кеткенше басып илейтін боламыз. Яғни нанның әбден иі қануы керек. Мүмкін 5 минут болуы мүмкін. Әркімде әрқалай. Мен майдың барлығы толық нанға сіңгенше иледім. Бізде осындай кішкене қаттылау тесто шығады. Әбден майы міне көрініп тұр арасындағы. Осындай кішкене қаттылау тесто шығады. Бетін жауып 1 сағатқа жылы жерге қойып қоятын боламыз. Енді тестіміз ашығанша творогты дайындаймыз, арасына қосатын. Творогтың үстіне крахмал, жұмыртқа және шекер салдым. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Крахмал, яғни бұл творогты біріктіріп тұру үшін. Мен бұл жерде орысша араласып айтып жатырмын. Енді міне нанымыз ашыды, жұмсақ болып көтерілді нанымыз. Тесті қатты болғанмен, бірақ ашыған кезде өте жұмсақ болды. Енді осыны мен 8 бөлікке бөліп алдым. 8 бөлікке бөліп алғаннан кейін тағы да 5-10 минут бетін ашып қойып қоямыз. Осылай дөңгелектеп аламыз қамырды. Одан кейін барып табамызға салып, осылай бетін ашып қоямыз. 10 минут өткеннен кейін енді қамырымыз көтерілгенше бетіне себетін крошкалар дейміз, яғни шекерді, сармайды, ұнды араластырып аламыз. Бұл бетіне себу әдемілік үшін жасауға да болады, жасамауға да болады. Мен жасадым. Осылай болып шықты. Енді нанымызды жақсылап басамыз. Ортасын осылай басып аламыз. Осылай нанды ортасынан басып аламыз. Творогты орналастыру үшін. Енді творогты саламыз. Менде 8 штук шықты. Екеуін басқа табаға орналастырдым. Осылай барлығын жеткізіп салып аламыз. Творогтың неше грамм екенін барлығын сол описание бөлімінен көретін боласыздар. Барлығын түгелдей салып шықтым. Енді жұмыртқаның сарысымен айналасына осылай жағып шығамыз. Жұмыртқаға сүт араластыруға да болады, немесе араластырмай осылай жұмыртқаның өзін пайдалануға да болады. Енді жаңа жасаған крошканы бетіне себеміз. Осылай барлығына сеуіп шықтым. Менде артық қалды бұл крошкадан. Бұны тағы да пирог жасаған кезде тестіға қосып жіберуге болады. 180 градуста 30-35 минут пешіңізге қарай пісіретін боласыз. Міне осылай болып әдемі болып пісіп шықты қыздар. Рецепт ұнаса қыздар жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Өнер Жетпісбайқызы.